Сәлеметсіздер ма? Қалдарыңыз қалай? Сіздерге бүгінгі мен көрсетейін деп отырған құрақ түрімнің үлгісі. Керемет әдемі құрақ түрі. Өткенде тіккен құраққа ұқсайды. Ата мына ортасындағы квадратымыз мүлдем басқаша. Тіріді құрақ десек те болады. Екі түрлі құрақтың көрінісін көруге болады бұл құрақтан. Керемет әдемі құрақ түрі. Осы құрақты тігу үшін сіздерге қазір мен осы үлгіні көрсетіп отырмын. Дәл осы құрақты сіздерге қазір мен тігіп көрсететін боламын. Ол үшін бізге ортасына кететін дәл осы құрақ түрін квадратымыз шығару үшін бізге керек матаны айтайын. Дәл осындай көктен бұрыш керек. Көктен бұрыш 4 тал керек болады. 2 тал квадрат кесіп аласыздар. 6-да 6 квадратымызды ортасынан кесіп бұрыш жасаймыз. Ақтан да сондай 6-да 6 квадрат ортасынан кесіп бұрыш қыламыз. 25-те 25 квадрат құрақ шығыпты. Ені де 25, жаны да 25 болады. Керемет әдемі құрақ. Алыстан қарасаңыз да тіріді құрақ үлгісі. Дәл осы құрақты астына қоятын матамызды 25-те 25 қылып аласыздар. Мен дәл осы астына қоятын матамның үлкен қалыпты да. Бұны кессем кішірек болып қалады. Сол себепті мен осының үстіне қойып тіге берем. Матамыз жұмсақ болғандықтан мен 2 қабат жасадым. Осыны тігіп болған соң мен кесіп алам артығын. Қазір кескенге бірінші тігіп болған соң артығы тұра береді. Оны кесіп алам. Осы ортасына қоятын бұрыштарымызды өзін ақ пен көкті біріктіріп тігіп аламыз. Дәл осылай бізге 4 керек. 4 түрлі керек. Енді осы матамыздың дәл ортасына қойып біз белгілеп аламыз. Келесі кезек бізде тігістердің бәрін ортасына ашып қою керек. Енді бізге матамызды дәл осы ұзын лентамызды тігетін боламыз. Лентамыздың ені 3 см, ұзындығы ұзын болып қала береді. Сол лентамызды дәл осылай айналдырып тігіп шығамыз. Артық лентаны кесіп алып тастаймыз. Ашып, келесі жағын тігетін боламыз. Келесі артығын кесіп алып тастаймыз. Керемет әдемі құрақ түрі шығып келе жатыр. Келесі ақ лентамызды тігетін боламыз. Кесіп алдық. Артық лентамызды кесіп аламыз. Енді бізге келесі осы бұрышымызға көкті тігетін боламыз. Шетін айналдырып тігеміз. Бұрышты көк бұрышымызды тігетін боламыз. Артық лентаны кесіп отырамыз.
ендігі кезек бізде ақ көкті айналдырып түгел тігіп шықтық. Келесі кезегіміз бізде ақ тігілетін болады. Ақ лентамызды тігеміз. Артығын кесіп аламыз лентамыздың. Келесі бізде көк тігілетін болады. Бір көгіміз тіктік, келесі екінші көгіміз тігетін боламыз. Ақ лентамызды тігеміз. Артық лентамызды кесіп аламыз. Енді көкті тігетін боламыз. Келесі көгімізді тігетін боламыз. Дәл осылай айналдырып отырып тігіп отырамыз. Келесі бізде ақ болады. Ақты тігеміз. Бір қатар көгімізді тігіп алдық. Келесі біздің жүретін лентамыз ақ болады. Соңғы қатар лента, ақ лента. Соңғы қатар екен, бізде ақ лентамызды тігіп жатырмыз. Келесі екінші қатар. Мінекей біздің соңғы лентамыз тігілді, ағымыз. Керемет әдемі құрақ тұрып шығып келе жатыр. Енді соңғы бізде машинканың дауысы сұмдық. Міне бізде керемет 4 қатар ақ болды, 3 қатар көк болды. Енді 4-шісі бізде көк болады. Көк матамызды бұрышын кесіп алдық. Бұл біздің бұрыш 10 см, 10-10. Ортасынан кесіп бұрыш қылдық. Енді осы бұрышқа келтіріп тігеміз. Сонымен құрамыз аяқталады. Алла қаласа.
бұрышымыз тігіп алдық. Мінекей бір бұрышымыз шықты. Екінші келесі бұрышымыз тігеміз. Келесі төртінші бұрышымызды тігеміз. Бізде бұрышты сызып аламыз, бұрышымыз тура шығу үшін. Дәл осылай тігілген құрағымызды келесі біз шетін айналдырып тігіп шығамыз. Менің матам соңғы қалған маталар болғандықтан артық кесіп алған жоқ едім. Өйткені әбден бәрін тігіп алғаннан кейін бірақ кесем деп қалдырып қойғанмын. Бір жағынан бұл ақ матамыз жұмсақ екен. Қаттысы. Бұлардың қаттысы болады, крахмалға қатырылған. А менікі ақ матам жұмсақ болып тұрды. Сол себепті мен 2 қабат қылдым. Міне біздің құрағымыз шетін жақсылап кесіп алдым. Керемет әдемі құрақ шықты. Вот. Мінекей. Енді келесі бағанағы сіздерге көрсеткен үлгі мынау. Керемет әдемі құрақ. Екіншісі дәл осы. Екі құрақ түрі. Керемет әдемі құрақ шықты. Жақсы сау болыңыздар. Менің Instagram парақшама тіркеле кетіңіздер. Сілтемесі астында болады. Тіркелсеңіздер плюс қойып кетіңіздер. YouTube арнама подписаться етіп,
колокольчикті баса кетіңіздер. Ең алғашқы видеоларды бірінші болып көріп отыратын боласыздар. Жақсы сау болыңыздар.